Баршаңызға сәлем. Егер сіздің қырыққабатыңыз жұмсақ болып қалса немесе ащы болса, демек сіз ең басты құпияны білмейсіз. Бүгін өмір бойы рахмет айтатын рецептімді көрсетемін. Ең алдымен қырыққабатты ортасынан бөліп жіңішкелеп тураймыз, бірақ тым майдалап емес. Орташа көлемдегі сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Ең басты пропорция: 1 кг қырыққабатқа 20 грамм, яғни 1 ас қасық ірі тас тұзы, ешқандай йодталған тұз емес. 2 кг қырыққабатқа 40 грамм тұз қостым. Жақсылап қырқып, қырыққабатқа массаж жасаймыз. Қырыққабатымыз дайын болып қалды. Міне осылай суы шығу қажет. Енді банкаға максималды тығыз етіп саламыз. Қырыққабат өз шырынына батып тұруы тиіс. Осы кезде ғана ол дұрыс ашиды. Бөлме температурасында 3 күн сақтаймыз. Күніне 2 рет түбіне дейін ағаш таяқшамен тесіп тұрыңыз. Бұл ащы газды шығару үшін керек. Бұл қадамсыз қырыққабатыңыз дәмсіз болады.